Алтыншы болып өзің өнер көрсетіп шықтың, қалай өз өнерің өзіңнің көңіліңнен шықты ма? Өз өнерім өзім көңілімнен кішкене шыққан жоқ, шыны керек. Шынымен мен негізі билерім болған, бірақ енді жылан кішкене көрген шығарса, кішкене қылқындырғаннан кейін движенияларымды істей алмай қалдым да. Комплекстеріңді әзіл арқылы жеткізгендей болдың. Иә, әзіл арқылы жеткіздім. Енді комплекстарым деп айтпаймын, енді айтылатын сөздер болады ғой, соны жеткіздім. Но целом маған өте қатты ұнады. Ең қорқынышты жағынан қатты қорқамын ғой, сол қорқынышымды жеңдім. Өз өмірбайың толықтай жеткізе алдым деп ойлайсың ба халыққа? Толықтай жеткізу мүмкін емес деп ойлаймын, кішігірім иә. Қандай қателіктер жібердің деп ойлайсың? Қателіктер сол манағы аз дайындық болып қалды, және кішкене қимылдармен негізі былай айналайын деген ғой былай. Айналамай қалдым. Басқа қыздардың өнерін не айтасың? Мен көрмедім. Қалған бесең көрмедім. Ең соңғы шықтым ғой. Келесі кезеңдерге сәттілік тілейміз. Рахмет. Біреке қыздардың өнерлерін не айтасыз? Көңіліңізден шықты ма? Мен Қайсысы топовый болып тұр сіз үшін? енді мен мисс басталмай тұрып айтып кеттім, фаворит бұл жерде Олжалғас пен Аружан деп айтып кеттім. Енді өздері де көріп жатыр, халық та көріп жатыр. Көш бастап тұрған бұл жерде топовый Олжалғас. Менің көңілім. Қандай қателіктерді байқадыңыз қыздардың? Ай осыны істемеген кезде вообще супер болатын еді. Бәрі барлығынан ба? Енді әр қызда өзінің кемшіліктері де болды, жаңа сөздерін ұмытып, жаңа нелер болды ғой, енді кемшіліктер болды, бірақ плюстары да болды. Енді менің көңілімнен шыққан сол Олжалғастың қойылымы. Нұрсұлтан қыздардың өнерін көріп шықтың. Көңілің шықты ма жалпы? Конечно. Өз өмірбаяндарын толықтай жеткізе алды деп ойлайсың ба? Бір-бірінен озып, бір-біріне біз енді біреуін вау десек, артынан біреу вау деп жатыр. Күтпеген шығарсың деймін қыздарға бұндай өнер. Дайындықтарында енді 3 күнде дайындалған, енді 3 күн ішінде осыны нәтиже беріп тұр. Енді келесі қалған 6 қызымыздың, қалған қатысушылардың, жаңағы қалған қыздардың дайындығын ертең көретін боламыз өнердің. Бірақ зор болды, күшті болды прям. 6 қыздың ішінде топ бастап тұрған сен үшін кім? Топ бастап тұрған менде жаңағы Арайдікі прям тема болды. Шайықтан шыққан кезде прям дерзкий болды. Жаңағы сосын Олжалғасқа тоже андай немен қыздармен күшті қазақи нақышта сондай болды, күшті болды. Аяудың өзінің бөлек картинкасы бар, өзінің тән нәзіктігіне сай соған келтірген несінің вайпы бар. Бірақ енді барлық қыз айтып отырмын ғой, мисс болуға лайықты, бірақ өнерлері прям өздерінен асып түсті ғой, прям күшті болды, әдемі болды. Ашылмаған өнерлері ашылып жатыр Иә, дейсің. күшті болды негізі. Қыздардың өнерлері қалай, көңілдерінен шықты ма? Керемет, күшті болды, иә. Енді әр ненің выступлениенің өзінің недочеты бар, ол болады всегда, но в целом өте күшті болды. Иә, дайындықтары прям көрінді. 6 қыздың өнерлерін сендер көрсететін болсаңдар, қандай ерекшеліктер қосатын едіңдер? Оу дейтіндей. Оны ойлану керек. Иә, өте андай күрделі сұрақ болып кетті. Иә. Мысалы, кейбір жерлерде андай болды да, бір не кішкене басы жоқ, кішкене аяғы жоқ моменттер болып қалды. Түсініксіз болып қалды ма? Иә, смысл теряться етіп қалатын моменттер. Өз өмірбаянын толық жеткізе алмады. Сендер ертең өз өмірбаяндарыңды толықтай жеткізе аламын деп ойлайсың ба халыққа? Иә, мен Дайындық жақсы. Көш бастап тұрған кім деп ойлайсыңдар? 6 қыздың ішінде. Сендер үшін көш басшы Айжан рух берген. ұнаған Арай. Арай мен Иә, Айжан. өйткені мен Арайдікін көбісі сөзін естімей қалды. Мен прям бүйтіп тыңдадым да, көп сөздерін естідім, сол үшін Арай деп ойлаймын. Жандос, қыздардың өнерлерін көрдің. Иә, Көңілінен шықты ма жалпы өнерлері? шықты. Өмірбаяндардың Барлығының түсіне алдың ба? еңбектері, сондай талпыныстар маған өте ұнап отыр, иә. Қандай қателіктер бар деп ойлайсың? Қателіктер байқағанбың ба? Қателіктер аяулымдікі сразу айта кетейін, ол өкпе реніш болмасын, как простой болып қалды. Шын. Одан кейін әселдікі, иә, күшті кірді, жаңа әділқазылар айтты ғой, күшті кірді, айнасы сондай рухты көтеріп, сондай сөздері маған қатты ұнады, рас, бірақ сөздерін жаттай алмағаны кішкене 6 қыздың ішінде топ бастап тұрған сен үшін кім қазір? маған Олжалғас пен Айшырақ.